Şuna sizlerden iltimas kılardık, maş bazarını açıp yesinler. Халық қиналып яқты. Ассалаумағалейкум, жоғарыдағы бастықтар, құрметті бастықтар, сіздерден өтінішіміз. Міне соншама халық жиналып тұр. Бәріміз істеп жатқан жұмысымыз осы қара малмен. Тек қана біздің базар ашылмай жатыр. Қара халық отырып жатыр. Беріп жатқан 42 мың теңгесі ол бір айға жетпейді ол. Тағы біз жас өспірімдер, біз бала шаға бағуға біз отырдық, уже қиналып қалдық. Тем более кредитіміз бар. Кредит төлей алмай жатырмыз. Ауыл шаруашылығына кредит алғанбыз. Ол кредитті төлеуді тоқтатқан жоқ. Мына жақта әкеп қойған малымыз не өтпейді, не шығармайды базардан. Не өзіміз кіріп қарай алмаймыз дұрыстап. Карантин басталғандан бері осы қиыншылықпен ары бері қашып жүреміз бәріміз. Сол қиналғандан адам тойды уже базарда ашып бермесеңдер, өтініш ашып беріңдер. Басқа жақта базарлар істеп жатыр. Барлығы Алматы істеп жатыр, Сарыағаш істеп жатыр. Хотя бы аптасына бір рет ашып берсеңдер базарды. Өтінішіміз. Соншама халық бәрі шулап келет. Ауылда басқа тірлік жоқ, не завод жоқ, не фабрика жоқ. Тек қана қара малмен істейді. Бәрі алып алғаны кредитке отырып алған. Кредит бәрі төлейді, ақшасы қалған жоқ. Дымда. Уже жеп ішетінде ештеңе қалған жоқ. 42.500 теңге бір адамға шықса, бір адамға шықпайды. Именно өзімізге келмей жатыр ол ақша. Өзіміз аламай жатырмыз. Керек болса 5-6-дан баласы бар, бағатын жағдайы жоқ. Далада істейін десе, даланың несі жоқ. Табысы жоқ даланың. Ешқандай мүмкіншілік движение болмай қойды вообще. Қиыншылықтан адам әбден тойды, әкеп қойған малымыз өзін-өзі жеп жатыр. Ауырып жатыр міндерді. Сатылған сатылып жатыр, сатылмаған қалып жатыр солай. Қара семіз малды сатып жатыр, орнына арық мал алайын десек жоқ ол. Базар жоқ, базар жабық. Ауыл шаруашылығы сол ғана. Тек қана қара мал, диқаншылықпен күн көреді халық. Не завод жоқ, не фабрика жоқ мына жақта. Кіретін кіріс жоқ. Ауылдың бәрі отырды уже. Соншама халық қарап тұр. Базар ашылсын ба айтыңдаршы. Ашылсын ба? Ашылсын. Сонша адам қарап тұр мінекей. Құдай қаласа осы ашып беруіңізді өтінеміз сіздерден. Құрметті бастықтар, жоғарыда отырғандар. Ашсын ба?